Қайбір заман болмасын, жадыға бір жазылған оқиғалар, ел үшін еңбек сіңірген тұлғалар бір кезеңдерде өзінің сәтін тауып жаңғырып отырады. Біздің бүгінгі хабарымыз жаңа халқымыздың тарихында жаңғырып жатқан тұлғалардың бірі, халыққа әлі қайтып келе қоймаған тұлғалардың бірі Кетбұға жөнінде болмақ. Аңыз бен ақиқат. Шыңғысханға Жошы ханның өлімін жеткізетін Кетбұға екен дейді. Кетбұғадай билерден кеңес сұрар күн қайда. Даңқын сондай кереметті Кетбұғаның тарихшылардың өздері жазады ғой, Шыңғысханды көрген деп. Кетбұға жырау, күйші, аңыз кейіпкері, орта жүз құрамындағы Найман тайпасының бағаналы тармағынан шыққан. Халық жадында ұлы жыршы атанған Кетбұғаның өз кезінде шығармалары халық арасында кең тараған. Көшпелілер арасында сөз өнерінің дамуына ерекше ықпал еткен көрнекті тұлға болғандығы байқалады. Кетбұға деген өзі біздің түркі тайпаларының, жалпы қазақтың арғы аталары ғой енді. Солардың бір белгілі мына жырау сияқты адамдар ғой. Жырау деген оның бойында батырлық та болады, және хан әулетіне былай хабарды да таратып отырған. Мына Жошының баласы, Жошы қайтыс болған кезде Шыңғысханға бір хабарды естіртеді ғой, сенің балаң өліп қалды деген сияқты күймен жеткізетін. Күйші, жалпы жырау деген тек қана өлең шығарып, күй шығару емес, оның бойында батырлық та болған. 14 ғасырда жазылған Түрік шежіресі атты кітаптағы деректер мен ел аузындағы аңыздарға қарағанда, Жошы хан аң аулап жүріп қаза тапқанда, Шыңғысханға қаралы хабарды жеткізуге ешкімнің батылы жетпейді. Сонда Кетбұға бас кетер ауыр міндетті өз мойнына алады. Кетбұға бабамыз атақты би, атақты жырау, жаңа айтып отырған. Осы жерде 1227 жылы Жошы хан қайтыс болғанда өзінің атақты ақсақ құлан Жошы хан күйлерін, өзінің айдақармен арбасу күйлерін, нар идірген, нар шөккен, нар ату күйлерін, сынған бұқа күйін осы кең далада, осы маңайда Жошы ордасында шығарғаны тарихтан белгілі. Шыңғысханды қаралы хабарға әзірлеп алады да, баласы Жошының өлімін күймен естіртеді. Ақсақ құлан Жошы хан күйі осылай туыпты. Бүгінгі күнге Кетбұғаның осы күйі және күй шығарар алдында айтқан бірнеше жол өлеңі ғана жеткен. Басқа әдеби не болмаса музыкалық шығармасы сақталмаған. Шыңғысханның өзінің бір көргендігі, өзінің айналасына сондай тек қана бір әскер басы, жуан жұдырықтыларды ғана емес, сондай тереңнен ойлайтын, болжайтын адамдарды да жинастыра білген. Соның нәтижесінде бүкіл қазақ даласындағы түркі, моңғол жұртын билей алды. Бүкіл Евразия даласына билігін жүргізе алды. Сол Кетбұға дегеніміз сол осы Евразия даласындағы қазақ жеріндегі осы бойына жыраулықты сіңірген, күйшілікті сіңірген қоғам қайраткері деп айтуға болады. 15 ғасырдың аяғы мен 16 ғасырдың алғашқы ширегінде өмір сүрген Доспанбет жырау Кетбұға биді құрметпен атап, оның сөздерімен өзінің таныстығын білдіреді. Халық өлеңдері мен аңыз әңгімелерінде де Кетбұға ел қамқоры, дана ақсақал ретінде бейнеленген. Бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы қазақтың елшілік қызметінде танылып жүрген азамат, Мысыр шаһарында, басқа да араб елдерінде, басқа да әлем елдерінде елшілік қызметтерді бірсыпыра атқарған Қайрат Сәки. Қайреке, бүгінгі әңгімемізге Кетбұға ноян арқау болмақ. Бұл тақырып енді сіз үшін де, мен үшін де оңай тақырып емес. Өйткені Кетбұға жөнінде біздің қолымызда дерек аз, сирек. Ал енді сол деректердің бірсыпырасын, сол аз деректің өзін сол сіздің кітаптарыңыздан алып жүрміз. Жасыратын ештемесі жоқ. Сондықтан да осы Кетбұға тақырыбына қалай келдіңіз? Кетбұға сіздің еңбектеріңізде қаншалықты ашылды?
жалпы Кетбұға туралы ізденістерді әлі де жасауға болады ма, осы араб деректерін пайдаланып, парсы деректерін пайдаланып деген сияқты. Осы мәселеден бастасақ. Із қалдырған орта ғасырлық мұсылман тарихында әрине найман тайпасы. Ол Кетбұға ноян бастаған бір түмен әскер. Бір қызығы өте көп кездеспейді мәліметтер, бірақ Кетбұға ноянның портреті өте әдемі баяндалған, қандай адам болған, жасы қаншада болған, сақалы қандай болған, мұртының ұзындығына дейін айтылады. Мұрты сондай ұзын болған, құлағына қайырып қояды. Иә, мұртының ұшын екі құлағына қайырып қойды деп сіздің кітабыңыздан оқыдым. Сондай керемет сирек деректер бар. Бірақ жалпы енді Айн Жалут шайқасында қаза тапқаннан кейін ол жерде ізі сол жерден үзілді деп айтса болады. Кері кеткен наймандардың олардың қаншалықты кейін рөл ойнағанын жазба деректерге қарап отырып көре алмаймыз. Арнайы Кетбұға туралы жазу мақсатта болған жоқ, себебі осы Қыпшақ тарихын зерттеу барысында Айн Жалут шайқасы 1260 жыл қыркүйек айында болған. Қазіргі Израильдің территориясында Айн Жалут деген, Айн деген кішкене бір өзен бар, Жалут деген. Соның жағасында кездескен ғой екі әскер. Бір жағынан татар әскері дейді, сол кездегі жазбалы деректер бойынша. Бір жағынан мәмлүк әскері, ол жақта қыпшақтар. Басында байбарыс тұр. Сөйтіп мына шетінен наймандар, негізінен наймандар болғанда найманның әскері бір 8000-дай адам. Олардың артында бүкіл бала шағасы, кемпір шалы бар, әскердің соңында жүретін болған. Олар тұр ар жағында. 2000-3000-ға жуық армян және грузин, грек. Армяндар мен грузиндер. Себебі олар бағынды ғой кімдерге? Монғолдарға бағынған елдердің бәрі әскер қоятын болған ғой шайқастарға. Сөйтіп шайқас болады. Енді шайқастың нәтижесінде тарихшылар түрлі деректер келтіреді. Біреуінде айтады, кім Кетбұға ноян қолға түседі дейді шайқастың соңы бойынша. Сөйтіп оны Құтыз сұлтанның алдына алып келген кезде мен өлімнен қорықпаймын, тезірек өлтір мені, мен сен секілді өз патшасына қиянат жасаған адам емеспін, мен бір патшаға өмір бақи қызмет еткем деп сол жерде оны өлтірді деп айтады. Екінші бір версия бойынша шайқас кезінде Аққұш деген қыпшақ өлтіреді дейді шайқастың барысында. Үшінші версия бойынша ол кісінің денесі табылмайды, бірақ баласы қолға түседі дейді. Сөйтіп баласына айтады, сенің әкең қашып кетті, денесі табылмады, қашып кетті дейді. Сол кезде баласы айтады, мен әкем ешқашан қашпайды деп. Сонда енді 3-4 түрлі версиялар бар. Сол әзірше сол Кетбұға ноян туралы табылған мағлұматтар осы, одан артық мағлұматтар жоқ. Бұл енді араб деректері ғой, енді араб деректері, араб тарихшыларының жазған деректері. Байбарыс жөнінде қазақтың ауыз әдебиетінде, шежесінде онша дерек кездесе қоймайды. Кетбұға жөнінде көп кездеседі. Шыңғыс ханға Жошы ханның өлімін жеткізетін Кетбұға екен дейді. Атақты әлгі Алаша хан, Жошы хан, Қырдан Киік, Жосы хан дейтін атақты күйді тартқан Кетбұға екен дейді. Одан басқа Доспамбет сияқты атақты жыраулардың Кетбұғаға қатысты Кетбұғадай билерден ақыл сұрар күн қайда, кеңес сұрар күн қайда дейтін толғаулары бар. Осындай бір парадокс енді бір жағынан. Кетбұға қазақтың ауыз әдебиетінде бар, тарихнамасында жоқ. Байбарыс қазақтың ауыз әдебиетінде жоқ, қазіргі тарихнамасында бар. Осыған байланысты қандай пікір айтасыз? Сіздің енді айтып отқан сөзіңізден мынандай қорытынды шығарса болады. Шынында екеуі де тарихта болған тұлға екендігін, енді татар моңғол әскерінің жаулап алу жолының осы қазақ даласы арқылы өткен, Орта Азия арқылы, Иран, Парсы елі арқылы, таяу шығыстағы Мысыр мен Шамға дейін жеткендігі, Кетбұға ноянның осы жақтан кеткендігін дәлелдемеймін, ол ауыз әдебиетімізде барлығы. Ал Байбарыстың оның басында өткен күн бөлекшілі ғой, ол жас кезінде 14-15 жасында құлдыққа сатылып кетіп, сол жақтан жұлдыз жиғанды. Бірақ екеуі де бір-біріне әрине тең тұлғалар болған. Сондай екеуін бірдей қадірлеуге тұрады дейсіз ғой. Енді
Бағдат шаһарының халифаттың астанасынан енді рейхстагты алғандай батыр ғой енді. Қазір рейхстагқа ту тіккенде асқан ерлік Рахымжан Қошқарбаевты айтамыз ғой. Ол кісі енді қалай қай жағынан алсақ та біздің бабаларымыздың бір жауынгерлік бір несін көрсетеді ғой жаңағы дәрежесін дейміз бе, сондай әскери шеберлігін, Бағдат шаһарын алғандығын, кейін Дамаск менен Алеппо қалаларын шайқассыз алғандығын, енді Каирге жетер жетпес солай шәйіт болып кетті. Шәйіт болса да өзін былайша айтсақ бір даланың перзенттері екі жақтан кездесіп сондай заман болған ғой енді бір-біріне. Даңқының сондай кереметтігі Кетбұқаның тарихшылардың өздері жазады ғой, Шыңғысханды көрген деп жазады. Араб тарихшылары сөйтіп жазады. Шыңғысханды көрген. Біздің мына энциклопедиялардың барлықтарында, басқа бір әдебиеттерде Кетбұға 1225 жылы қайтыс болды деп сөйтіп жазады. Ал енді мына сіз араб деректерін қолданып отырсыз, 1260 жылы қайтыс болған жылы. Яғни бізде тіпті Кетбұға жөнінде оның дұрыс өмір сүрген уақыты анықталмай отыр ғой. Өкінішке орай, араб қолжазбаларында оның егде тартқан ақсақал адам екен деп айтады. Шыңғысханды көргенде. Мен сонда 2025 жылы қайтыс болғанға келмейді ғой, қисынға келмейді, себебі одан кейін 35 жылда өмір сүрген болып тұр ғой. Ол 2025 жылдары Жошы хан қайтыс болған кезде ол бір 40-қа келген азамат қой сонда, солай болып отыр. Қайтыс болғанда бір 75-ке келген ақсақал есебінде суреттеледі. Солай ғой, үлкен кісі. Енді қанша ақсақал болса да әскерді бастап, екі қолына екі қылыш ұстап, дейді ғой, татар тәсілі бойынша деп жазады тарихшылар. Екі қолына екі қылыш ұстап әскердің алдында тұрды дейді. Неге найза ұстамайды? Қылышты көп қолданған ба сонда? Қолбасшы ғой енді. Қолбасшы енді әскерді бастап шайқасқа кіргізіп өзі ары қарай шайқасты басқарады ғой. Бірақ түбінде шайқас бөлгені сөзсіз ғой. Себебі Байбарыс бастаған мәмлүктер қыпшақтармен қатар айттым ғой, дін жолында шейіт болуға 40 мыңдай адам шығады. Сонда бір 45-50 мың адам Мысыр жағынан шықты. Сондай адам. 10-12 мың адам менен. Мына жағынан, Хулагу жағынан Кетбұға бастап 12 мыңдай шама, 12-13 мыңдай адам шықты. Енді күш ара салмағы Кетбұғаның пайдасына шешіліп тұрған жоқ қой бұл жерде. Тарихшылар өздері жазады ғой, сонда әскердің көп екенін көргеннен кейін мыңбасылар айтады ғой енді. Әскери кеңес болады ғой шайқастың алдында. Сонда сондай дауыстар шығады, біз қосымша күш алдырайық, ханға хабар берейік деп. Сонда Кетбұға әрқашан аз күшпенен үлкен әскерлерді шашырап жеңіп жүрген адам ғой, сондықтан өзіне сенімді болады. Сөйтіп олардың айтқанына келіспей шайқасқа кірісіп кетеді. Ал енді мына Кетбұға қалай барып қалды мына Иран жеріне, одан әлгі Сирия жеріне, Хулагудың жанында қалай барды, Хулагу кім, Кетбұға кім деген сияқты мәселелерге келсе, Қайреке, араб деректерінде бар ма осы тақырыпта айтыла ма? Айтылады, жалпы мына Хулагу ханға тапсырма беріледі. Иран менен Иранның ар жағында жерлерді бағындыру туралы. Бірақ енді айтылмайды Египет деп. Ол кейін өзі Иранмен шектеледі ғой өзі. Жалпы алғанда сондай тапсырма алған ғой деймін. Себебі кейін осы жорықта үлкен жорық жасамайды. Кейін бір 3000-4000 қолдарды жіберіп сондай шайқастар болады кейінгі заманда. 100 жылдың ішін мысалы алып қараса. Бірақ осы Кетбұға ноян басқарғандай үлкен жорықтар болмайды. Соған қарағанда Иранды бағындыру. Негізгі мақсат Иранды бағындыру. Күрттерді, күрт тайпаларын бағынышқа келтіру. Өз Хулагу ханға мөңке, енді қазір жалған айтпайын, жоғары ханның тапсырмасы болады, соның араб тілінде қолжазбаларда келтіріледі сол. Сен Иранды бағындар, анау ассасин дегендер бар. Ассасин орден шииттер, соларды бағындар, жол тонаушы күрттерді тый дейді. Сондай тапсырмамен келген. Мысырға бару жөнінде тапсырма жоқ оларда. Бұлардың шамасы шекарасы мына қазіргі Сирия халифаттың орталығы, соны Бағдатты алып, сонымен тоқтау керек болған шығар мүмкін. Өзіні алып қарасақ, мына Бағдат орналасқан екі өзен аңғары дейді ғой, Тигр мен Ефрат. Ағатын өте бір бай жерлер ғой енді. Ауыл шаруашылығы дамыған қалалары.
көне заманнан шумер, аккад мәдениеті өркендеген өте бір дамыған жерлер ғой. Содан енді Сирияға өтетін болса, үлкен бір шөл басталады. Сол арасын екі иеліктердің, мәмлүк иеліктері менен Иран елхандарының иеліктерінің арасында бір табиғи шекара болып қалады кейін. Бірақ кейін мына Хулагу ханның ұрпақтарының ислам дінін қабылдауына байланысты олар мәмлүктер менен достық жағдайға келеді түбінде. Қарақорым империясы енді, Шыңғыс империясы енді, Шыңғыстың немерелері ғой, жанына аталық қылып, аталық дәрежесінде сондай бір кеңесші қылып бекіткен болу керек Кетбұғаны. Кетбұға өйткені тәжірибелі жауынгер, тәжірибелі әскер басы енді сол заманда. Және Кетбұғаның артында үлкен бір наймандардың қосындары тұрған, жауынгер қосындар тұр. Хулагуді де қолдау керек қой, енді жай уақытта бір жорыққа аттандарда Шыңғыстың яссы жасақ заңдары бойынша әлгі үлкен немерелер аттансын деп, бір ұлыс елден пәленше жаңа жерде бір түмен аттансын деп сөйтіп жатады ғой. Бұл жерде шамасы негізгі күш сол Кетбұғаның маңайындағы ауылдар болу керек, елдер болу керек қой деп ойлаймыз. Және Кетбұға аталық болған сияқты, өзіне сіздің кітаптарыңызда да айтылады, Хулагу Кетбұғаның сөзін жерге тастамаушы еді, бір сөзіне де қарсы шықпаушы еді деген, сондай деректер қолжазбаларда келеді. Яғни әкесіндей сыйлаған болып отыр ғой, енді ағасындай сыйлаған болып отыр ғой. Жалпы енді Хулагу ханның Иранға жорығы, Бағдат шаһарын алуы, халифатты қиратуы, сол кезде мысалы жалайыр тайпасына қарасақ, соның бір бөлігі жалайырлар түгел келмеген ғой әрине. Бір бөлігі сол Ұлы ханның әміріменен жалайырлардың бір бөлігі Хулагу ханның экспедициясына қатыстырылған. Наймандарды тура солай деп айтса болады. Бір бөлігі түгел найманды қосу, сол бір бөлігі осы әскердің құрамында кеткен. Жалпы егер бұл тақырып тыңғылықты қарайтын болса, Рашид ад-Диннің шығармалары өте ішінде бар, енді терең қазып қараса, Хулагу ханның әскерінің құрамында келген тайпалар бәрі ішінде суреттелген, жазылған. Жалпы біздің тарихымыздың енді айтамыз ғой, ақтарылмаған беттері көп, ашылмаған дүниелер көп деп қазынасы. Мына әлемдік геосаясатта да біздің бұрынғы тарихымыз өзгеше болған-ау, бұрынғы аталарымыздың алатын орын деп ойлаймын. Енді қарап отырсаңыз, олардың сыртта кездесуінің өзі жаңа екі тұлғаның біздің ұлы даланың геосаяси күші, мүмкіндігі көп болғандығын да көрсетеді ғой бір жағынан. Ұлы тұлғалардың, қазақ даласынан шыққан ұлы тұлғалардың анау Палестина жерінде, біреу анау Мысырдың намысын, біреу мына Шыңғыс империясының намысын қорғап кездесуі мен осындай ойларға жетелеп отыр. Біз тарихта да жалпы осы геополитикалық ағымдарды, геополитикалық күштердің ауысуын ескермей жаза береміз де кейде. Мен үшін 15 ғасырға дейін кезең бұл ұлы даланың, ұлы көшпелілердің кезеңі, олардың үстемдік кезеңі. Сол себептен осы жерден шыққан тұлғалар анау айдалада кездесіп жатады. Басты жетекші әлемдік геополитикалық, геосаяси күш болды деп айтыламыз біз көшпелілер сол заманда. Жаңағы Байбарысқа қарап отырып, Кетбұғаға қарап отырып. Әрине енді Шыңғыс хан сол көшпенділердің бір жинақтық образы Шыңғыс хан болса, оның ішінде енді мына Иран, Сирия жеріне келген әскерде оның немересі Хулагу ханның келуі, енді бұл енді тарихта, сол кездің тарихында әсіресе мұсылман тарихшыларына өте қатты әсер еткен ғой. Соның бәрі түркілердің күшіменен, түркілердің білегіменен істеліп жатты ғой. Жалпы Хулагу хан дегенменен, жалпы алдында жүрген, шайқастың алдында өтінде жүрген түркі тайпаларының ұлдары, түркі азаматтары, түркі батырлары. Араб тарихнамасында түркілерге өте үлкен көңіл бөлінген, ол бір үлкен әңгіменің тақырыбы. Трактаттарды білеміз ғой, Әл-Фарабидің трактаттары деген, трактат деген термин біз үшін өте таныс қой. Енді сол кезде орта ғасырларда мәмлүктер заманында, қыпшақтар кезінде әскери трактаттар жазылған. Сол әскери трактаттардың авторларының бәрі сол қыпшақтар. Қыпшақ мыңбасылары, жүзбасылары, офицерлер деп айтсақ болады. Соның ішінен небір найзагерлер шыққан. Олардың тарихи шығармаларда аттарына бәленбай найзагер, мысалы Бектүт найзагер, Бүкір найзагер,
Лашын, Тайбұқа дегендердің Найзагерлердің өзі солай бөлінген. аттары ғой. Сол егер найзагер болса, артынан найзагер. Садақшы болса, мерген деген сөздер жазылып, көз тірісінде сондай атаққа қолдары жеткен ғой. Солар сол әскери дәстүрді кейінгі мәмлүктерге жеткізу үшін трактаттар жазып кеткен. Мысалы, садақ қаруын қалай пайдалану керек, найзаны қалай пайдалану керек, қылышты қалай пайдалану керек, айбалтаны қалай пайдалану керек, шоқпарды қалай пайдалану керек, жылқыны қалай күту керек. Енді бұл өте ұзақ әңгіме. Арабтар таңғалып жазады ғой. Мына арабтар атқа мінуді білсе, емдеуді білмейді. Ал түркілер дейді, атқа мінеді дейді. Ат оның айтқанын өте жақсы түсінеді, таңғалады, орындайды дейді. Алға да, артқа да, шетке де, тауға да, төменге де ылдиға шаба алады дейді. Атты өзі емдей береді дейді. Сондай Садақты алдына да, артына да тартады. Ол енді Жахиздің айтқан атақты сөзі бар. Араб бір оқ атқанша дейді, түркі 10 оқ атады дейді. Түркінің маңдайында бір көзі дейді, желкесінде бір көзі бар. Сондай шеберлік деңгейіне жеткен әскери шығармалар сол өнер деңгейіне жеткенін көрсетеді. Сіз бір жазғаныңызда айттыңыз, Қареке, мына садақшылары жөнінде жаңағы бір дегенде 5 оқ атады, бір дегенде пәленше оқ атады деген жаңа жерде осындай бір жазбаларды көріп қалдым. Осыған байланысты енді бізде бір кішкене күмән. Енді біз ойлаймыз ғой, садақта атады, бір оқ атады, одан кейін 2 оғын атады деп жаңа жерде. Осылай біздің түсінігіміз. Бәріміз батырлар жырын оқып өстік қой, соның жолдары бар ғой. Мысалы, Қорамсаққа қол салды, бір салғанда мол салды деп. Онша мән бермесең, енді бір батырлар жолында бір жырлар секілді. Бірақ ойланып қарасаң, мол салды деген енді 5-6 оқ алды деген сөз ғой. Соны мына Қыпшақ әскери трактаттарында араб тілінде жазылған. Сол мол салған не екенін әдемілеп жазып кеткен. Мол салу деген сөз кемінде 5 оқты бір уақытта садақтан ата білу деген сөз. Оны қолжазбаларды тәппіштеп жазып кеткен. Ол 15 оққа дейін аталатын болған бір жауынгер. Бірақ олар ши оқ деген пайдаланған. Кәдімгі ши, жеңіл. Сондайдан 15 оққа дейін атқан. Ал қатардағы жауынгер Қыпшақ мәмлүк 5 оқты ата білу керек. Ол 5 оқты қай уақытта атады? Мысалы, 2 әскер бір-біріне қарама-қарсы келіп, алдыңғы әскер алдағы жау жылжи бастаған кезде бүкіл жауынгерлер кемінде 5 оқ ату керек. Шеберлері енді 6 оқ, 7 оқ сөйтіп кете береді. Бірақ 5 оқтан кем атпау керек. Сөйтіп кинолардағыдай қарша жаудырып жібереді ғой садақ. Сол тәсіл. Үрей туғызу үшін? Шабуылды үрейді туғызады, онан кейін жарақат салады. Адамға да, енді адамдар үстеріне сауыт сайман киеді ғой. Жылқыға тиеді ғой. Жылқының аяғына тиеді, көзіне тиеді. Онан кейін барып найзасын дайындайтын болған. Найзагерлік өте үлкен өнер саналған. Ол туралы трактаттар бар. Найзаны қалай алып жүру, атқа қалай міну, найзамен аттан қалай түсу. Енді шайқас кезінде қалай пайдалану, соның бәрі тәппіштеп көрсетілген. Садақшыларға да жаңа айтып отырмыз ғой, Қорамсаққа қол салды, бір салғанда мол салды деген сөз біздің ұмыт қалған қазіргі кезде қару-жарақтарды пайдалану жолдары, тәсілдері сол қыпшақтардың қолыменен 13 ғасырда жазылып қалған. Солар енді барып сол жерден үйренген жоқ қой. Олар жас кездерінде әке көрген оқ-жанар деп сол Қыпшақ таласынан, біздің осы қазақ таласынан үйреніп кетті ғой сол балалар. Олар неге сондай үлкен бағаға ие болды? Олар жартылай әскери, дайын әскери адамдар еді ғой. Соны жазып, қазір біз соны қайтадан алып, қазақ оқырманына жеткізіп, қару-жарақты қалай пайдаланғанын айтып баяндап берсек болады. Мысалы, соңғы кезде түсіп жатқан тарихи фильмдер қарап отырсаңыз, енді садақтың оғын сол жағынан салу, сондай бір мүмкін ол енді қазір керек емес шығар елдерге. Садақ қалай айтқан. Бірақ тарихи тұрғыдан алған кезде дәлдік болу керек. Ондай бекер жазылмаған шығар ол шығармалар. Енді бүгінгі тақырыбымыз біздің тарихнамада әлі ашыла қоймаған бір ауыр кезеңге, үлкен бір тұлғаға арналды. Бұған оян тақырыбы әлі де зерттеушісін күтіп отырған тақырып. Қареке, шығармашылық табыс тілеймін өзіңізге.
Қымбатты көрермен, біздің бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Келесі хабарда кездескенше өздеріңізге.